Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын миксерсіз жасалатын кекстің рецептін ұсынатын боламын. Бұл рецептпен жасағаннан кейін дүкеннен мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп және қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Сонда менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал кеттік ендеше бастаймыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды салып аламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Осы уақытта біздің қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алуымыз қажет. Енді үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Сары майдың проценті 82-ден жоғары болғаны дұрыс. Және де жылы сүтімізді құйып аламыз. Тағы да венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Өте оңай, қолжетімді заттардан жасалатын рецепттердің бірі. Құрамын толықтай описание бөліміне қалдырамын, сол жақтан қарасаңыздар болады. Енді ванилин немесе ванильный қантты саламыз және де ұнымызға разрыхителді қосып араластырып аламыз. Содан соң илектен өткізіп 2 немесе 3 бөлікке бөліп сұйық массамызға ұнымызды саламыз. Міндетті түрде илектен өткізіңіздер және де ұнның бар бірден сала салмаймыз. Бөліктерге бөліп барлығын салып жақсылап араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршіктері қалмауы қажет. Достар, егер де видеоны осы аралыққа дейін қарасаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Каналымда түрлі рецепттер бар, және де алдағы уақытта алуан түрлі рецепттерді ұсынатын боламын. Мінекей достар, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұл рецептпен пирог жасасаңыздар да болады. Мен кекс жасадым. Бізде сонда барлығын араластырғанда осындай сұйық массамыз дайын болады. Дайын болған сұйық массамызды арнайы кекстің формаларына саламыз. Менде осындай қағаздан жасалған формалар дайындап алдым. Енді осыған 1 қасық, 1,5 қасықтай толтырмай салатын боламыз. Толтырып салсаңыздар піскен кезде тасып кетуі мүмкін. Барлығын асықпай салып аламыз. Арасына түрлі начинкалар салсаңыздар да болады. Шоколад, дәнектер, түрлі жеміс-жидектер қолдансаңыздар да болады. Бізге осында ең қарапайым түрін жасадым. Осылай шыққаны да өте дәмді болады. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 20 минутқа салып алатын боламыз. Мінекей достар, біздің кекстарымыз дайын болды. Алтын түстес осындай әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бұл рецептпен жасағаннан кейін магазиннен мүлдем сатып алмайтын боласыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар.